Сәлем достар, мен осы жобадан бүгін 25 мың теңге таптым. Қалай тапқанымды қазір сіздерге көрсетем. Жаңа жоба аты Маздар деп аталады. Достар, айта кетейін, бұл қаржылық кеңес емес, бұны таныстыру мақсатында сіздерге түсіріп көрсетіп жатырмын. Бұл сайттың сілтемесі комментариядан таба аласыздар. Бірінші бізге регистрация өту керек. Регистрациясы өте оңай. Яғни тіркеуден өтіп кетейін, сіздерге көрсетем. Номеріңізді жазасыз, одан кейін пароль ойлап табасыз, оны қайталайсыз, және де тіркеу деген батырманы басу арқылы сіз өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіресіздер болды. Сөйтіп сіздің жеке кабинетіңіз бар болады. Кіргеннен кейін бұл жақта бірден ақша салу керек, а так ақшасыз бұл жақта сіз ештеңе істей алмайсыз. Депозиттер дегенге басамыз, мына жақта төлем арнаға, мысалы минималь бұл жақта 5 мың теңге құясыздар, 5 мың теңге басып төлем арналары дегенді басамын. Одан кейін банктың таңдаңыз дейді, яғни Каспий банк, Хомбанк екен болса, Хомбанк дегеніміз яғни ол халық банк. Каспий банкты таңдаймын, келесі деген басамын. Қазір сәтте міне маған шығады, банкта Каспий банк, аты Болат деген жігітке жіберетін боламыз. Міне 16 саны арқылы жібересіздер. 5 комиссия, ровно 5 мың теңге жібересіздер. Одан кейін мына жаққа скриншотты, яғни салып жібересіздер чектеріңізді. Төлем аяқталды дейсіздер, сосын 2 сағат аралықта сіздерге түседі. Міне бұл тапсырыс 120 минут бойы жарамды деп тұр. Соның арасында, яғни счетыңызға ақша бір 10-15 минуттан кейін негізі түседі. Жақсы. Түскеннен кейін сіздер не істейсіздер? Мына жақта екінші бөлімге өтсек, мына жақта VIP-тар бар. Бірінші VIP, бұны тегін аласыздар, бірақ тегін дегенде 20 адам шақыру керек. 20 адам шақырғанда сізге 1000 теңге береді, 1000 теңгенің VIP-ін сатып аласыздар, ол 30 теңге беріп тұрады күніне. 15 рет береді, сонда сіз 450 теңге табасыздар. Бұл копейка. Бұған вообще мән бермей қойыңыздар. Мән беретін кезіміз, бұл жақта мысалы 5 мың теңге құйдыңыз, 3 мың теңгені айтпай қойын. 5 мың теңге салдыңыздар, күнделікті 300 теңге алып отырасыздар. Бұл 1 жыл бойы жұмыс жасайды деп көрсетіліп тұр. Сол кезде жалпы табыс 109.500 теңге. 5 мың теңге құясыздар, 109.500 теңге табасыздар деген сондай бір аңыз әңгіме бар. Бірақ та енді бұл әрине рас дүние емес. Бұл жұмыс істегеніне байланысты, хотя бы бізде бір ай істесе, 300-ді бір ай, яғни 3-ке бөлсең, хотя бы 9 мың теңге сіздерді, яғни бір X жасай аласыздар 5 мың теңгені. Енді бұл жақта саласыздар, болды, күнделікті 300 теңге шешіп отырмайсыздар ғой. Саласыздар, бір айдан кейін кіресіздер, өзі ақша жиналып тұрады, соны шешіп аласыздар. Бұл яғни депозит деп айтуға да болады. Бірақ енді рискованный депозит сөздің ашығына келсек. Так, 10 мың теңге салсаңыздар, 650 теңге. Бұл жақта окупаемость получается, так, 10, 12 күн ғой, 2 апта деп есептейік. 2 аптаның ішінде окупаемость болады, одан сіздер плюсқа шығатын боласыздар. 650 теңге. Енді 1 жылда 237 теңге табасыздар деген сияқты. Енді каждыны өздеріңіз отырып есептеңіздер, енді бірақ одан да көп ақша салыңыздар деген бірден айта кетейін, кеңес бермеймін. Тек қана 5-10 теңге көрсеңіздер болады, қызығушылық ретінде. Әшейін бұл 5 мың теңге бір тамақтың құны, ал бұл жақта кішігірім болса да бір инвестиция жасап өзіңіз табыс тауып көретін боласыздар. Жақсы. Мыналар қалған вкладкалар назар аудармай қойыңыздар, вообще керек емес дүниелер. Мына жақта өзіңіздің жеке сілтемеңіз бар, осы жеке сілтемеңіз арқылы адамдар шақырып табыс таба аласыздар. Бұл жақта кэшбэк пайызы 20%, яғни сіз шақырған адам 10 теңге құйса, соның 2 теңгесі сіздің счетыңызға түседі. Яғни сіз рефералдардың арқасында да табыс таба аласыздар. Болды, басқа ештеңе жоқ, ақша шешуді қазір көрсетіп кетемін. Мына транзакция тарихын көрсетейін сіздерге. Мына жақта мысалы мен 12.500 теңге шығарған болатынмын. Так, мына жақта ақша алу деген бар. Так, осын басамыз. Одан кейін сіздерге мен уже банктың тіркеп қойым, сіз банктың карточкаңызды тіркейсіздер, яғни өзіңіздің аты тегіңізді жазасыз, одан кейін карточкасını жазасыздар, одан кейін сумманы жазасыздар. Мысалы, мен 12.500 теңгеден растау деген басамыз, бұл жақта 15% комиссия стоит, минимальный вывод 1000 теңге болды. Сағат 9 пен 18 аралықта ғана ақшаны шеше аласыздар. Қалған уақыттарда сіз шеше алмайсыздар. Күніне бір рет қана шешуге болады. Солай достар, сұрақтарыңыз болса комментарий жазып кетіңіздер. Келесі бейнероликте достар, көріскенше.